Сәлеметсіздер балалар. Бүгінгі 3-ші сыныпта қош келдік. Бүгін біз 26-ші сабақты өтетін боламыз. Жазбаша түрінде көбейту және бөлу алгоритмін қолдану. Ол адамдардың білім туралы айтқаны. Бірінші тапсырма. Өрнектің мәнін тап. Сонда сен мына сөздерді бұл жазылмайтын байлық. 189 көбейту 2 қосу 145-тен 523. Бұл сөзді екінші жақтағы адам тауыпты. Бұнда артық білім кітапта еңбе оқып көруге. 185 қосу 478-тен 543. Шығарды мақалды. Ал енді келесі тапсырма. Келесі тапсырмада екінші тапсырма. Есептеп дұрысталғанын тексер. Мен қазір сіздерге жазып беремін. Соны өзіміз тексереміз де жазамыз. Жарай ма? Мен екінші есептің үшеуін жазып көрсеттім. Осыны жазасыңдар да тағы не бұл екінші қатар балалар жазып көрсетілген. Осыны өзіміз жазамыз. Жарай ма? Келесі тапсырма. Үшінші тапсырма. Амалдардың орындалу етін анықта. Өрнектерді баған түрінде жаз және есептейміз. Қазір сіздерге көрсетемін. Міне бұл 402-ін жазып көрсетілген. Енді астында міне бұл екеулері тағы екеу қалды. Үшінші есептің үшіншісі. Енді бұл үшінші есеп болсында келесі тапсырманы орындайық. Бірінші есеп. Тікбұрышты үшбұрышты ауданын есепке. Қазір есептейтін боламыз. Балалар сіздерге жазып көрсетілген. Осыны дәптерге жазып аламыз. Төртінші есеп болса, онда бесінші тапсырмаға көшейік. Бесінші тапсырмада есептерді шығар. Асы. Шағын автобуста 16 орын бар. Шағын автобуста 16 орын бар. Бұл жеңіл көліктер орындары қарағанда 4 есе артық дейміз. Шағын автобус пен жеңіл көліктер барлығы неше орын? Барлығы белгісіз. Есе артық деген көбейту, сондықтан шешу мен жауабын жазатын боламыз. Жеті бөлмеде 35 ойындапчы бар. Астында 9 бөлмеде қанша ойындапчы бар? 6 кәмпит үшін 4 теңге төленді. 9 кәмпитке қанша теңге төленді? 9 теңгеден 6 дәптер және 5 теңгеден бұл ойындапчы сатылды. Барлық сатылған ойындапчы қанша теңге төленді? Сатылғанда 36 орын бар. Оның 9-дан 8 бөлігі бос қалғанда қанша орын бос қалды? Қазір шешуін жауабын шарттарын жазатын боламыз. Асы. Автобуста 16 орын, жеңіл көлікте белгісіз. 4 есе артық, барлығы 4 орын бар. Шешуі 16 бөлу 4 тең 4. 16 қосу 4 тең 20. Барлығы 20 орын. Енді әсі, бысы, высы, гысы бар. Әсі. 7 бөлмеде 35 ойындапчы. 9 бөлмеде белгісіз қанша ойындапчы бар. Шешуі 35 бөлу 7 тең 5. 9 көбейту 5 тең 45. Жауабы 9 бөлмеде 45 ойындапчы бар. Енді асын орнатып, әсін орнатып бысы қалды. Бысы, высы, гысы бар.
тоғыз күнге төлеңдер. Онда оған отыз. Отыздан бір бөлігі. Осының белгісіз шешуі 36 бөліп 9 демесек 36 бөліп 9 4 оған бос. Онда келесі тапсырма. Есепте. Балалар бір сағатта 60 минут бар. Сонда 60-тан 15 минут азайтамыз. 2 сағатта балалар үшін бір сағатта 60 едіге 60-қа 60-ты қоссақ 20. Сонда 20-дан 20 аламыз. 20 минут аламыз. 3 сағатта бізде балалар ойланды 180 минут. 180 минут. Bir saat 65. Sonunda 180'den 65 azaytamız. Size қазір көрсетемін. Оқушылар, міне 6-шы есеп. Көрдіңіздер ме? Мен айтқандай болды, балалар. Міне балалар, bir saat azaytу 15 минуттен 60 минут, azaytу 15 минуттен 45 минут. 2 saat azaytу 20 минуттен 20 минут, azaytу 20 минут. 100 минут. 1 saat 40 minut. 1 saat 40 minutten 1 saat 40 minut. 3 saat azaytı 1 saat 5 minut. 80 azaytı 65 minut. 115 minut. 1 saat 55 minut. Tamam. Da kelesi toplamı. Örnekler boyunca есеп құрастыр әсір. Sizге қазір көрсетемін.